Армысыздар ма, біздің арнаның тыңдармандары, көрермендері? Біз бүгін сіздерге қаладес жасап көрсетеміз. Мынау сиырдың үлкен сирақтарын ақ білесіздер, ол қазанның көлеміне қарай. Үлкен қазан болса, я болмаса үлкен кастрюля болса, соған қарай саласыздар. Кем дегенде 2 үлкен сирақ болады. Сираққа келгеннен кейін жуып, шайып, қазанға салып аласыздар. Міне біз қазанға салып, одан бері шығарғаннан соң, міне алдарыңда тұрған көкөніс, мынау сәбіз, міне тауықтың етін майдалап турап қосып жатырмыз. Бұл қаладеске сиырдың, қойдың, тауықтың етін қосуға болады, дәмін кіргізу үшін, әрі ауқат, әрі адамға бойына сіңімді болсын, тоқ болып жүрсін деп, осылай біз жасаймыз. Бұл қаладесті өте көп қайнату керек. Мына сүйектен өзі ажырап, еті түскен кезде ғана алып, мынау алдарыңызда тұр ғой, майда қылып турайсыздар. Турап болғаннан соң оны қайтадан қазанға саламыз. Қазір қазанға салған жерін біз сіздерге көрсете кететін боламыз. Сирақты әбден қайнатып, бабына келтіріп, былқылдатып жасау керек. Ал мынау сәбіз, мынау қосылып жатқан сарымсақ, мынау көкөніс бұл адамның денсаулығына, ағзасына өте пайдалы. Сондықтан міндетті түрде осыны қосасыздар. Мынау көп супермаркет деп айтып жатамыз ғой. Супермаркеттен де алып жейсіздер, өте дәмсіз. Ол әшейін мынау әр нәрсенің қалдығынан жасалған нәрсе. Мынау таза кәдімгі өзіміз барып базардан таңдап әкеліп қайнатқан сиырдың сирағынан жасалған қаладес, супер қаладес деп айтсақ та болады. Әр адам өз үйінде өзіне ықшамды қылып, өзінің қазанына, қазанның үлкендігіне қарай жасау керек. Мысалға, үлкен 10 литрлік, 12 литрлік болса, 4 сирақ салсаңыздар болады. Міне мынау қайнап жатқан сирақ, міне көріп тұрсыздар ғой. Осы сирақ әбден анау сүйегінен ажырап кетті. Міне бетіндегі кілкіп жүрген сап-сары майды көрдіңіздер. Міне осы көбікті мынандай сүзбе арқылы өткізесіздер. Осы сүзбе арқылы өткізіп, әбден қайнатып, мынау өзі кем деген кезде 5, 6, 7 сағат қайнатсаңыздар да болады. Қазанның астына ақырын отын сөндірмей қойып қойсаңыздар, ол қайнаған үстіне қайнап, былқылдап, әбден бабына еніп тұрып, қайнап піседі. Біз енді кезекте қазір қаладестің алып сіздерге көрсетеміз. Жалпақ ыдыстарға салсаңыздар да болады. Міне көрдіңіздер ғой. Не болмаса мынандай кішірек ыдыстарға салсаңыздар болады. Мынау дайын қаладес, мынау алдарыңызда тұрған. Міне осы қаладесті қайтадан салқын жерден кейін бұны мұздатқышқа да қойсаңыздар болады. Міне кереметін қараңыздар, қандай әдемі. Жесеңіздер ауыздарыңыздан дәм кетпейді. Ал енді қазақ елі сау саламатта болыңыздар.